Достар, бұл өнер арнасы шоу-бизнес әлеміндегі соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бүгінгі тақырып абыройын айрендай төкті. Блогер Дархан сұхбат беріп, басы дауға қалды. Блогер Дархан Жолжыбеков еркек пен әйелдің қарым-қатынасы жайлы сұхбат беріп, көпшіліктің ашуына тиді. Дархан Жолжыбеков ер адамның ешқашан әйел адамды таңдамағанын және бұл қағиданың өз отбасында жүретінін айтты. Әйел адамның ер адамды аңдуы, оның қайда екенін білуі дұрыс емес. Әйел еркекпен сұранбауы керек. Еркек адам әйелді ешқашан тыңдамаған. Мен үйімді ойнатқанда Дариғадан сұраған жоқпын. Мен үйді ойнатамын дедім, болды. Ер адам әйелден ешқашан ештеңе сұрамауы керек. Кім ол сұранатын? Есесінен тәжірибе жинайды, деді ол. Сондай-ақ блогер үй шаруасында да мүлдем араласпайтынын айтты. Мен тіпті баламды балабақшаға да апармаймын. Мен ол нәрсеге уақыт құртқанша ақша тапқаным жақсы. Одан да сол жұмысты жасайтын адамды жалдай салғаным оңай. Содан кейін Дари маған мүлдем үйдің тірліктерін айтпайды. Оны да істейтін адам бар. Неге мен ол нәрселерге күйіп-пісуім керек, деді блогер. Дарханның жары Дариға Нұркеева да Дархан Жолшыбековтың көп жағдайда отбасын елеусіз қалдыратынын айтты. Мен Дарханды бір рет қатты ауырып жатқанда шақырдым. Дархан, көзім ауырып жатыр, келші дедім. Бұл маған сондай қазір барып, шайыңды беріп, қасында отыруым керек пе, деді. Бірақ келмеді деп ренішін білдірді. Желі қолданушылары Дархан Жолжыбековтың өмірлік ұстанымдары мен пікіріне наразылық білдірді. Не айтып отыр, ұят-ай, қасықпен жинаған абыройын шелектеп төкті. Дариғаға жаным ашып отыр, деп жазды пікір білдірушілер. Дарханды мұндай адам деп ойламаппын, тоқшылық семіртіпті, деді оқырмандары. Еске салайық, бұған дейін Дархан Жолшыбеков бірнеше ай бұрын некесіз туған қызына пәтер мен көлік сыйлаған болатын.